Барлығына сәлем достар. Ип Ман ұзақ жылдар бойы жекпе-жек өнерімен және өзінің танымалдылығымен өмір сүреді. Өйткені ол Брюс Лидің ұстазы болған. Дегенмен өмір басымдықты өзгертуге мәжбүрлейтін қайғылы сабақтар береді. Жекпе-жек көптеген адамдарды құтқарғанымен, ең жақын адамның өмірін сақтап қала алмады. Ип Ман әйгілі жекпе-жек шебері. Ол Вин Чунда әйелі және кіші ұлымен тұрады. Bir күні таңертең оның үйіне Сеул есімді жас жігіт келеді. Ол Ип Манның шәкірті болғысы келеді. Таңдаудан өту үшін өзінің жылдамдығын көрсетуі қажет. Ип Ман түтін мен темекінің астында сіріңке шағып жатыр. Бірақ жігіт оны соққысымен тоқтата алмайды. Алайда жас жауынгер саспады. Содан кейін оны шебердің тосын шабуылдарын сәтті тойтарды. Ип Ман оның қабілетін бағалады, бірақ жауап бермеді. Ол есікті ашып, жігітті көзімен шығарып салады. Гонконгтағы бастауыш мектепте балалар көріністі тамашалау үшін сыртқа жүгіреді. Екі ұл Ип Чен мен Чан Хон Вин Чунг стилінде жұдырықтасады. Кім жақсы және күшті екенін анықтау үшін жекпе-жек кәдімгі төбелеске айналады. Бірінің көзіне соққы жіберді. Жігіттерді ажырату үшін мұғалім жүгіріп келді. Олдар пісірілген жұмыртқадан көздеріне компресс жасауына тура келді. Мұғалімге Ип Чин анасы көмектесіп отыр. Кейінірек жекпе-жек залында кідіріп қалған әкесі Ип Манның өзі келеді. Бірақ Чунг Анг ешкімге келмеді. Оның әкесі жұмыста бос емес. Ол отбасын қиындықпен асырап жүр. Баланың қарны аш және көзіне компресс жасаған жұмыртқаны жеп қойғысы келеді. Ип Ман мен жұбайын оны байқап, үйлеріне кешкі асқа шақырады. Чан Фон қонақта жақсы уақыт өткізеді. Оны тойдырып, дәмді тамақтармен сыйлайды. Кейін арнайы бөлмеде жаттығады. Ип Ман балаға бойында ерекше қабілеті бар екенін айтады. Чан Фон әкесі баланы алып кетуге келеді. Ол баласын тәлімгер, ал баласы оны ұстаз деп атайды. Ата-аналарының көздерінше балалар төбелеспеуге және дос болуға уәде береді. Әкелері де досқа айналады. Әкесі ұлымен қайтар жолда Ип Ман жайлы әңгімелеседі. Әкесі ұлына болашақта одан да танымал жауынгер болатынына уәде береді. Әкесі де ақшаға жекпе-жекке шығып жүр екен. Жекпе-жек уақытында бұзақылардың басшысы Фрэнк келеді. Ол танымал Майктың өзі. Оның қол астындағы адам ойдағыдай болып жатқанын айтады. Түскен қомақты ақшаны береді. Фрэнк жаңа бұзақы жоспарды талқылайды. Оны орындау үшін Гонконгтың бастауыш мектебін қолға алу қажет. Сұрақтың шешілуіне 2 апта уақыт береді. Фрэнк терезеден Тимшидің жекпе-жегін көріп, мықты күрескер екенін байқайды. Ип Манның күрес мектебінде журналист келіп, топтық фото жасап баспа бетіне шығармақшы. Ип Ман отырғалы жатқанда телефонға қоңырау түсті. Ол би кешінде кездесу жайлы ұмытып кеткен. Вин Синг ренжіп қалды және енді келмей-ақ қоюын айтады. Ип Ман әйелінің ренішіне мән бермейді. Фотоның дәл ортасына отырып түседі. Ип Ман баласын мектептен алып кетуге келгенде, көшедегі әйелдер оны байқап мақтаулар айтады. Ұстазға бұл жағымды, ол барлығымен жиі жылы сөйлеседі. Ип Ман ол жерде жаңа досы Тиншиді кездестіреді. Әңгімелесу барысында екеуі де бір ұстаздан жекпе-жектен сабақ алғандары белгілі болады. Демек, олар қарулас бауырлар. Тинши бір-бірін бағалау үшін жекпе-жекке шығып көрейік деп ұсынады. Ип Манға бұл ұнамайды. Мені басқа жаққа бұрып жібереді. Мектепке Фрэнктің адамдары келіп, директорға сес көрсетеді. Олар мектепті сатуын талап етуде. Бірақ директор қарсы шығады. Олар оны соққыға жығып, қинап, құжатқа қол қойғызбақшы болғанда, Ип Ман келіп қалады. Ұстаз оларды баласын мектептен алып кетуге бара жатқанда байқаған. Ол оңай бұзақыларды соққыға жығып, полиция шақырады. Балалардың өмірі қауіпті болғандықтан, Ип Ман полиция қызметкеріне күзет қоюын сұрайды. Бірақ ол бас тартады. Ол тек шақырсаңыздар болғаны дереу жетеміз деп уәде етеді. Таңертең мектеп дарбазасы толықтай жабық тұр. Ип Ман және ата-аналар мүлдем түсінбейді. Олар дарбазаны бұзып, мектеп ішіне жол ашады. Ип Ман мұны бақылап тұрған бұзақыларды байқайды және жай тыныштық бермейтінін түсінеді. Ип Ман әр түні мектепте өзі күзетеді. Келесі түні бұзақылар мектепке топ болып басып кіреді. Олар екіге бөлініп, бір топ Ип Манмен күреседі. Екіншісі мектепке бензин төгіп өртеп жібереді. Мектеп директорына басына қап кигізіп ұрлап әкетеді. Ип Ман оны құтқармақшы. Бірақ бұзақылар үлкен таяқтарымен оны жібермейді. Ип Ман өте мықты, оның қимылы, жылдам соққылары нақты, іс-әрекеті жеңіл. Мектеп жанынан Тинши өтіп барады. Ол бұзақылармен төбелесіп кетеді. Ол да осал болмай шықты. Қарсыластары күзгі жапырақтар сияқты соққылардан ұшып кете береді. Бұзақылар директорды тастап қашты. От сөндірілді. Барлығы тек Ип Манға алғыс білдіріп жатыр. Бірақ Ип Ман Тиншидің атынан қуып барып рахметін айтады. Ип Ман үйге келгенде жұбайы оған разы емес. Ол онсыз
тұрда үйге кеш келеді, бірақ енді түнде де жоқ. Ипманның себебі бар, ол түнде мектепті қорғауы керек. Бос уақытында Тинчин ұлымен бос бөлме іздеп жүр. Оның арманы өзінің мектебін ашып, жас балаларды Винчунға үйрету. Толық поп бастығына мектепке шабуыл жайлы айтып тексеру жүргізуге рұқсат сұрайды, бірақ ол мұнымен өзім айналысамын деп жауап береді. Ипман күнде мектепті күзетеді. Әйелі әрдайым үйде жалғыз. Оның жағдайы нашарлайды. Ол дәріханаға барып, ішінің астыңғы бөлігіндегі ауырсынуын айтады. Дәрігер оған дәрісін береді. Толық поп Ипманға полиция бастығы бұзақыларға сатылып кеткені жайлы айтып береді. Олардан көмек күтпеген жөн. Ипман қатты ашуланып, мектепті алып қалудың барлық амалын қарастыру қажет екенін айтады. Ипман үйге кеш келеді. Әйелі баласымен оны күтпей ұйықтап жатыр. Тек үстелде салқын кешкі ас тұр. Таң атып, Бинг Сингтің денсаулығы күрт нашарлайды. Ол дереу ауруханаға барады. Оған өте ауыр жаңалық айтты. Ісік ауруына шалдыққан. Бинг Синг көшеде күйеуінен жақсы көңіл күйде көреді. Тинчи ол уақытта жекпе-жек жақсы өнер көрсетуде. Бұзақы оған ақша ұсынып, топқа қосылуды ұсынады. Ол бас тартатын болса, енді бұл жерде күрестесе алмайды. Ол баласын асырау үшін бұл жұмысқа келіседі. Оған мектеп директорын соққы астына алуды тапсырады. Ипман үйіне келді. Телефонға мектеп директоры ауыр жарақатпен түскені хабар болды. Бинг Синг үндемей күйеуін жібереді. Директор Ипманға балаларды ұрлап кеткенін айтады. Олар мектеп директорына ауыстыратынын айтқан. Ипман бұзақыларының үйіне жалғыз барады. Оның қолында тек бамбукты шест. Тордан оны ұлы айқайлап әкесін шақырады. Ол ұлын пышақпен қорқытқан. Ипман қаруын лақтырып жібереді. Тізерлеп отырып басын иеді. Ол уақытта Тинчи келеді. Торда оның да баласы бар екен. Оған ұлын қайтарып, бос жібереді. Ал Ипман жалғыз топ бұзақылармен қалады. Бірақ балалардың берген уәдесі мықты болып шықты. Ол әкесін Тинчиді артқа қайтып баруын сұрайды. Тинчи ұлының сөзін жерге тастамады. Ипман мен Тинчи бұзақылармен оңай күресіп жатқанда, Ипман ұлын бұзақы бастығы алып қашады. Ол артынан еріп, ұлын алып кетеді. Ол полицейлер келгенше күреседі. Бұзақылар ұсталып жатқанда, бастықтары қашып кетеді. Журналист барлығын түсіріп газетке шығарады. Ипман ұлымен үйіне келгенде жұбайы ашулы. Ол ұлының қауіпте болғанына күйеуін кінәлайды. Ипман бірінші рет әйеліне көңіл бөліп жұбатады. Солай ісік ауруы жайлы хабардар болады. Ісік өте үлкен және емделмейді. Тек жарты жыл уақыты қалған. Сол уақыттан бері Ипман тек әйелі жайлы ойлайды. Ол Ипманда ештеңе болмағанда, өмірдің ыстық пен суығында болған жарақаттармен емдеген жалғыз адам. Ал Ипман ол жайлы ұмытып кеткеніне өкінеді. Фрэнктің көңілі тоқ емес. Полиция қызметкері оған ашық түрде заңсыз әрекеттеріне көз жұмып қарай алмайтынын айтады. Мектеп жұмысы тоқтап тұр. Ол қол астындағы Мак-Инг санды ұрып жібереді. Ол Ипманға жаңа мықты қарақшыны жібереді. Ол Ипманға әйелі лифтте тұрғанда шабуыл жасайды. Әйеліне бірде-бір соққы тигізбейді. Ипман оны аяусыз соққыға жығып кетуін талап етеді. Ол өзі Фрэнкке келді. Әйелінің өмірі тыныш болу үшін барлық кедергіні жойғысы келеді. Фрэнк Қытайдың ең мықты адамы Манды көзімен сүзіп, дәл қазір күш сынасайық деп ұсынады. Боксер Винчун мастеріне қарсы. Ол 3 минутта мені жеңе алсаң, тыныштық беремін деп уәде етеді. Ипман оның ауыр салмағымен ауыр соққылар ала бастады. Бірақ қарсыластың күресу стилін ұғып, мықты соққылар жіберді. Фрэнк оны апперкоттық соққымен жеңбекші, бірақ уақыт бітті. Фрэнкке артқа шегініп, мәңгілікке тыныштық беруге тура келеді. Сол уақытта Тинчи ласт ақшасымен мектеп ашып, Ипманды озып шыққысы келеді. Бұл үшін Тинчи жақсы күрескерлерді жекпе-жекке шақырып, оның жеңістерін журналист газетке шығарады. Ол әйгілі болып, мектеп ашылуына министрдің өзі келеді. Ол барлығының көзінше Ипманды жекпе-жекке шақырады. Жаңалықты мастер естіді, бірақ оған мән бермейді. Ол тек қана жұбайымен уақыт өткізгісі келеді. Олар бірге уақыт өткізіп, өте бақытты күндер кешуде. Бірақ Бинг Синг баяу өліп барады. Бір күні тәлімгер келіп, оған ұстазым болыңыз деп сұрайды. Ол ұстазға ұсыныс жасайды. Мен сізге би үйретемін, ал сіз маған кунг-фу үйретіңіз дейді. Тинчи жекпе-жекке шақырған күн келіп жетті, бірақ Ипман онда бармайды. Ипман бірінші рет әйелімен биге барып билейді. Ипман жекпе-жекке келмегені үшін Тинчиді Винчудың жаңа мастері деп жариялайды. Ипманның тәлімгерлері ашуланып көтеріледі. Бинг Синг биде есінен танып құлайды. Ауруханада оянады. Оның жағдайы нашарлап кеткен. Ауруханаға әйелін қалдырып, күнде тамақ пісіріп алып келеді. Бинг Синг өлімге дайындалып жатыр. Ол Ипманға соңғы бірге фотосуретке түсуін өтінеді. Әйелін уақытша үйіне жібереді. Әйелі Ипманға өзінің атағын қайтарып алуын және ризашылығын білдіреді. Ол Тинчиді өзі шақырып қойған. Олар
олар Тинчидің үйіне ешқандай журналист адамдарсыз жекпе-жекке шығады. Екеуі де мықты болғандықтан ұзақ күреседі. Күштері бірдей, қарулары бір уақытта сынады. Екінші жекпе-жекте пышақтармен күреседі, бірақ онда да күш тең. Тек қолмен күресу қалды. Әрқайсысы бір соққыдан алады. Тинчи рұқсатсыз прием қолданады. Көзге соққы. Ип Манның көзі көрмей, тек есту қабілеті арқылы қорғанады. Ол қарсыласын дәл нүктесінен үлкен соққы жасайды. Тинчи құлап қалды. Ол жеңілісін қабыл алды. Бен Ксин қайтыс болды. Ип Ман жұмысын жалғастырып, әйгілі мастер атағын алады. Оның Вин Чун техникасына үйретеді.